фильмы. Teams Production. Teams Production ұсынады. Бурак Өзчевит, Фахрия Евжен, Мехмет Өзгүр, Елиф Искендер, Эбру Хилважоғлы, Денис Желелоғлы, Бегім Күтік Башароғлы, Гүнеш Хаят, Хүлия Гүлшен, Елиф Сүмбілсерт, Аліптекин Серден Кечти, Аслы Ичözü, Пынар Чағылар Генштүрк, Эге Көкенли, Су Кутлу, Макбулы Куртлиян, Несли Йылмаз, Сахра Верер, Эсра Кылыч, Эрол Айдын Нұржан Шерин, Алия Мутлу, Серкан Белги. Балалар рөлдерінде Мелиса Гизженгиз, Тарык Байрак, Жерен Арслан, Нихир Чағыла Яшар, Батухан Серт, Жерен Апайдын, Фехми Карааслан, Ешим Кочак. Бас режиссері Нилюфер Айше Чамур. Бас оператор Вейсель Текшахин. Композитор Айтеки Наташ. Иллюструші продюсер Илкай Доған. Авторы Решат Нури Гүнтекин. Сценарийін жазған Севги Йылмаз. Түсірген Таймс Продакшн. Продюсері Тимур Савджа. Режиссерлер Чаган Ырмак, Доған Үміт Караджа. Бозторғай. Келесі сабаққа 80-ші бетті оқып келіңдер. Жарай ма? Қоңырау соғылды. Жасаң бітті, Бозторғай. Ең тамаша нәрселер осылай тез бітіп қалады, мастер. Жағдайың жақсы ма? Рахмет. Сендерге не болған өзі? Неменеге күңкілдесіп, шыңкілдесіп отырсыңдар? Саған айтарымыз бар еді. Сенің бе? Сендердің бе? Сендер дос боп алғансыңдар ма? Айтпақшы, Мари қайда? Ол күйеуге шығып кетті. Не? Құдаяқы француз журналистіне тиіп кетті. Солай болар анық еді. Жарайды, Мариді қоя тұршы. Одан да біздің саған айтарымызды тыңда. Біз бір топ құрдық. Топтың бастығы етіп сені сайладық. Байқаймын, Фарида мектепке келмесе біз жаққа келетін түріңіз жоқ. О не дегеніміз? Қалайсыз? Мерси. Ертеңгісін ғана сізді сөз етіп едік. Не туралы деп сұрауға тартынып тұрмыз. Денсаулық негіздері сабағынан мұғалім табалмадық. Сіз әрине ауруханадағы жұмыстарыңыздың ыңғайына қарай бізге кеп сабақ бере алар ма екен деп едік. Мен де көптен бері ауруханаға барып жүрген жоқпын. Әуелі шаруаларымды реттеп алайын. Оған дейін табылмасаңыздар, тағы сөйлесеміз. Олай болса, өзіңізден хабар күтеміз. Фаридан шақыртайын ба? Дұрыс болар еді. Сонда қалай? Сөйтіп еркектерді бағдарлайтын болдық па? Ол топтың міндеті не? Керек болса, оны да істейміз. Сәлім сияқтыларды қоғамнан аластау біздің міндетіміз. Не боларын білмейміз. Бірақ қорқынышты екенін сезіп тұрмыз. Олардың бәрін түрмеге қамап, сорын қайнату керек. Ондайларға суда нан да бермейміз. Қызықсыңдар ғой, қыздар.
Сендерге көп рахмет. Әттең, шынымен солай істей алсақ қой, Фарида. Істемесеңдер де істегендей болдыңдар, қыздар. Рахмет. Топ туралы айтқанымыз шын. Ол құрылды, бастығы сенсің. Фарида, сені Кемран мырза күтіп отыр. Seni bekliyor. Оған қолым бос емес екенін айтасыз ба? Бекерге күтпесін. Сонымен не айтып отыр едік? Не дедік? Қай жерге келдік? Фариданың қолы бос емес екен. Söyledi. Өзі қалай? Үзілісіміз бе? Күтпей ақ қойсын деді. Сәлеметсіз бе? Шәкіртіңіз Фарида ханыммен кездесе салам ба? Менің атым Азелия. Азелия ханым. Кемран мырза, сіз де осында ма едіңіз? Көңіл күйіңіз пәс сияқты, тыныштық па? Жай, болмаш нәрсе болмады, содан қой. Абай болсаңызшы. Ғафу етерсіз. Сізді де дұрыстап күте алмадық. Оқасы жоқ. Орнын толтырармыз. Келіңіз, отырсаңызшы. Рахмет. Бізді ылғи төмендетіп келді. Құдды надандық дәуірі дерсің. Надандық дәуірі. Біз бұлай үндемей отыра берсек, өз-өзімізді қара жерге көмгеннен не айырмамыз бар? Дұрыс айтасың. Feride. Фарида, кездесу залына. Қолым тимейді деп едім ғой. Ama Азелия атты ханым келіп тұр. Азелия ма? Азелия? Фарида. Жақын маңда болған соң соға кетейін деп едім. Дұрыс депсіз. Бақшаға шығамыз ба? Жарайды. Кемран мырзамен ренжісіп қалғансыңдар ма? Ондай болады ғой. Жүріңіз. Егер ол реніштің себебі бұрынғы сүйіктісі мен әкесінің жағдай болса, ол ондайға жатпайды, Фарида. Olacak şeyler değil. Осыншалық жылдам таралып кеткен бе? Ашығын айтсам, қыз ретінде сенің жағдайыңа мен де қамығып қалдым. Сондықтан да саған келіп тұрмын. Қалайсың? Жағдайың қалай? Жақсы. Тыңдаш, Фарида. Қаласаң, маған бар сырыңды айтуыңа болады. Benim Менің жанымда қам қайғысыз адам болып көрінуге тырыспасаң да болады. Негізі жағдайымның қалай екенін өзімде анық білмеймін. hissettiğimi pek bilmiyorum. Peki Жақсы. Ал жездеңнің бұл істегеніне қалай қарайсың? Амалсыз істеді ғой деп ойлаймын. Дегенмен оның не екенін маған айтпайды.
Кемраннан сұрап көрдің бе? Ол білмейм екен? Білмейм деп ант су ішіп отыр. Фарида, қаласаң шындықты білуіңе болады. Бұлай өз-өзіңді жей бергенше, сыртыңнан қандай шаруа бітіріп жүргендерін білуіңе болады. Дұрыс қой, бірақ олар оңайлықпен айта қойсын ба? Жаным, кім саған жан жарасын, жан сырын ашық айта қойсын. Ол үшін біраз қулық керек. Сенің орныңда болсам Нариманмен достасып алар едім. Оның сеніміне кірер едім. Мен бәрін білем, Кемран маған бәрін айтып береді деп көрсеңші. Мұндай тұзаққа түспейтін жан жоқ. Ойланшы. Әй, қайдам. Нариман түсе қоймас. Сен өзіңе өзің сенімді кейіп танытып, айтарыңды жұптап ал, сөйтіп бар шындықты біле қоясың. Түсіндің бе? Фарида, бізге бола Кемран мырзамен кездесуге шықпадың ғой? Жоға, оның қатысы қанша? Мишель, бір жағынан Кемранды тыңдап, оны түсінгім келеді. Екінші жағынан, маған өтірік айтқан болса, мәңгі бақи жек көріп кетем бе деп қорқам. Өтірік айтқанын сезіп қалдың ба? Жарайды, ол әңгімені қояйықшы. Сөйлескім келмейді. Не істедің? Ана қызбен сөйлестің бе? Yüzüme dahi bitmedi қараған жоқ. Bir бұйырғаны болар. Әке маған дүкеннің кілтін берші. Ол жақта былық бетті, тым болмаса сол жерді жинап өз-өзімді алдар қатайын. Әйтпесе жынданып кететін сияқтымын әке. Жынданған кезде бар жаныңды шашып ал. Оғанда қол жетпей жүргендер бар ғой. Мен сонда болам. Келмейм. Gözlerine kalbim muhafaza olsun. İçinde aşkınla sevgimle dolsun. Sana doymak için ömrüm yetmez. Aşkım bitmez tükenmez. Çok heyecanlı. Çalışabildin mi? Çalışamadım. Kahvenin makine açtım.
Еждер бауырым, ол осымен 2 рет келді. Бірақ жақ ашып тіл қатпады. Тек Катинаның алдына барып отырады да қояды. Түк түсінсем бермасын. Сеніңнен кетті, Маруф. Оны қайтейін деп ең? Жұмысыңды істесеңші. Балам, балам, балам. Әке, Жарасы асқынып кетіпті. Қызуы да бар сияқты. Ауруханаға барды ма? Ертеңгісін сонда болады. Мен осында келер кезде үйге шығаратын болған. Мырза ауруханада жатпаймын депті. Арқаңдағы жараны бізден неге жасырдың, балам? Жарамның қайсы бірін айта берем, әке. Қолдары сынсын, көктей солғыр. Ол азғынды неге әлі аспаған? Кемран? Фарида. Неге ауруханаға жатпадың? Фарида, түк етпейді. Қорқатын ештеңе жоқ болған соң жатқам жоқ. Жүсіп келіп айтқанда есім шықты. Сен менің жанымда болсаң, сауығып кетем ғой. Фарида. Әлі қызуың бар ғой. Сірке суын басайын ба? Бас. Соны ешкім ойламапты ғой. Бас. Қазір алып келейін. Фарида. Фарида. Кешірші мені.
жануарлар, жеңдер. Жүсіп деген сен бісің? Қайтайын деп ең. Шешеңе бай керек пе? Әкеме қатын керек. Сен не деп оттап тұрсың, ей? Жібер! Ей! Оу! Істерің оң болсын, жігіттер. Кім екендеріңді білмеймін. Ешбір шақыртусыз үйме келіп тұрсыңдар. Қызметшімнің ұлының кеңірдегіне пышақта қапсыңдар. Сендер не істейін, а? Менің орнымда сен болсаң не істер едің, а? Шағымды жалаңдатып, тап берем. Мен пышақ ұстамайым. Ондайға өз емеспін. Солай болса, Құдайға сыйынып кірем де кетем. Ауруханадан шыққаным жаңа. Дәргер төбелесуіме тыйым салды. Сен не деп тұрсың, ей, а? Жүсіп! Не жағдай деп тұрмын ғой? А? Сенің мына немең, менің қадірлі бір досымның киімімен ақшасын ұрлап кетіпті. Шын айтып тұрма? Ақша менде. Бір тиынна да тиіскен жоқпын. Бірақ киім менде емес. Оны таптық. Ақшаны іздеп жүрміз. Ақшасын алып кел. Бар ғане. Бер қара. Мына үйде менің отбасым тұрады. Мен негіз аздап қызуғанда, әрі ашуланшақ жігітпін. Бұдан былай сен осы маңнан бір рет көретін болсам, онда маған өкпелеуші болма. Таң атқалы нәр татқан жоқ. Шытлашты жақсы көруші еді деп. Мерси. Мен саған айтпап едім, а? Өзіңнің лас істеріңе бізді араластырма деп едім, а? Енді жетпеген ұрлық беді, оңбаған. Жібер, болмаса жаман болады. Бұл үйде ата-анамыз, бауырларымыз, сүйген қызымыз тұрады. Deyimiz kız yaşıyorlar. Қайдан келгені белгісіз сұмдар үйге дейін ертіп келіп тұрғаның қалай, а? Сен кімсің? Кімсің? Сонша ақшаң қайтейін деп еді. Онда шаруан қанша? Шаруан қанша? Жүсіп!
Онда не жазылып тұр? Онда не жазу деймін, Жүсіп? Көрсет! Жүсіп! Аш деймін! Аш деймін! Фарида. Неге алып келдім екен? Соны айтам. Нариман. Менің алдымда ойын ойнамай-ақ қой. Кемран маған бәрін айтып берген. Бәрін де білем. Айтты ма? Айтты. Мұнда неге келгеніңді, қалай келгеніңді, бәрін айтып берген. Сені қалай алдап соққанын кім білсін? Әркім өзіне пайдалы жағын көздемей ме? Ол дегенің қалыпты нәрсе ғой. Олай болса шындықты менің аузымнан есті. Жақсы. Сенің айтар шындығыңды да естіп көрейік. Сонда Кемран саған нақты не айтты? Кемранның не айтқанында нең бар? Ең бастысы сенің не айтатының ғой. Солай емес пе? Бала туралы айтты ма? Қайдағы бала? Бұл қалай, а? Бұл қалай? Бер қара. Мұнан оқы. Мұнда не жазылып тұр? Оқы дейм. Оқы! Фарида? Сен қызға не болған? Мені естейтін емессің ғой. Кемран қайда, әпке? Онымен сөйлесуім керек. Көргем жоқ, не туралы? Нариманмен сөйлестім. Ол саған не айтты? Бұған қалай тәтім бар да? Оңбаған. Фарида менің сүйген қызым. Осынша уақыт. Оның жанынан шықпай жүргенің осы екен ғой. Бұны Фарида біле ме? Білет. Ол да мені сүйеді. Ұқтың ба? Біз сүйісіп жүрміз. Зәндемі. Найсап. Бұл не қылғаның, а? Бұл не қылғаның? Бұл әлемде сенің ғана Фаридың бар деп ойлайсың ба? Сенде ғана бар ма? Әуел тыңдап алсаңшы. Былай тұр. Фаридамен сөйлестім. Не айттың? Ол білуге тиіс нәрсенің бәрінде айттым. Сен не істедің, ханым? Енді бізді бұл жерге тұрғызбайды ғой. Тұрғызғанда қалай тұрғызады? Енді Кемран мені басына көтеретін болады. Ал ол не деді? Ол енді Кемран мырзаның бетіне де қарамауға тиіс қой.
Бізге керегі де сол емес пе? Енді босторға не істер екен? Кемран мырзаны тастап кете ме? Енді не істейсің, Фарида? Бұл үйде тұрмайым. Кетем. Дұрыс қой, бірақ қайда? Ойымда жүрген бір жер бар. Ол жер қай жер екен? Ол басқа, Фарида. Біздің бір туысымыздың құрбысы. Сенің қалыңдығыңа көз сүзетіндей арсыз емес шығар. Жаныңды құтқару үшін енді өтірік айтуға көштің бе? Қаласаң сен, қаламасаң сен бе? Бар шыным осы. Олай болса ол қызды осында алып келетін бол. Аттасы дейді ғой. Алып келде. Менімен таныстар. Тек сонда ғана сенем. Алып келмеймін. Алып келесің. Алып келмеймін. Алып келесің дейім. Саған ештеңе де дәлелдеуге тиіс емеспін. Ұқтың ба мені? Бұлай тұр. Жағдайың жақсы ма? Жүр. Ол қыз ертіп келіп бізбен таныстырасың. Саған сол кезде ғана сенем. Hadi. Жүрсеңші. Сендер не істедіңдер? Ештеңе болған жоқ. Al götürsün. Мынауыңды алып кет. Кемран жараң ашылып кетіпті ғой. Ештеңе етпейді. Жүсіп, осында күте тұр. Қазір мүжгенді жіберем. Кемран? Не болды, Фарида? Балам, сендер төбелескенсіңдер ме? Не болды, кім істеді? Төбелес дейді, қайдағы төбелес? Әпке, сен Жүсіпке баршы, ол сыртта. Жарайды. Апа болды, түк етпейді. Ештеңе де болған жоқ. Уайымдама. Қалжыңдасып жүріп, байқамай қалдық. Қалжың дейді. Бұл қандай қалжың, балам? Жүсіппен сөйлестің бе? Бұларға не бопты? Söylemiyordu. Айтпай қойды мырзам. Қалжыңдасып ойнап едік дейді. Бірақ бет аузы келіспей тұр. Кемран да солай дейді. Оған сене қалдық деген. Өздерінше ең ақылды болғаны ғой. Beyim, Мырзам, мен Жүсіп үшін болды, жарайды. Кешірім сұрайтын түк те жоқ шымәлі. Екеуі де ересек жігіттер. Не де болса өздері шеше жатар. Сен жұмысыңа бара бер. Бұлар не Нариманға, не Фаридаға бола бір-бірімен қырқысып қалды. Арт жақтан бір айғай-шу естіп соған бол емес пе екен? Ол не айғай-шу? Құдай ақы, білмеймін, ханым. Тауықтарға жем шашып жатыр ем, шығып қарадым. Бір жігіттер кетіп бара жатты. Кемран мырза жандарында болған соң көңілін сұрап келген қонақтар шығар деп ойладым. Қарадым да кірдім. Çıktım geldim. Қайдан білейін? Жоқ,
Кемран қонақ келет деген жоқ. Құрысын, Нариманның істегені шығар. Әрине, оның қойыны кең ғой. Біздің үйге тағы кімдер келетінін кім білсін. Ең бастысы баламнан, күйеуімнен аулақта көрсе екен, не көрсе де. Ең оңайы ошаққа от жағу емес пе? Солай ма? Саған кофе демдеп жіберейін, ханым. Ханымымның қойны кең екені рас. Кең болғандықтан да күйеуің соған сыйып отыр ғой, Басима ханым. Біз сендердің қандай ит екендеріңді білеміз. Сондықтан аузыңды ауыртпа. Сен түк те білмейсің. Сен алдап жүр ғой. Сендер ғана пысықсыңдар. Күйеуім маған Нариманды неге алғанын айтқан. Бірге жатқандарында айтып берді ме? Сен не дедің? Неге таңғаласың? Олар ерлі зайыпты ғой. Фарида, қане көмектесіп жүрші. Болды. Ал, қане айтшы. Жүсіп екеуің неге төбелестіңдер? Фарида, бұдан бұлай Жүсіптің атын атаушы болма. Неге? Ол не істеп қойды? Солай. Онымен сөйлеспейсің, кездеспейсің. Неге деймін? Оның қандай қылығын көрдің? Мен неге одан аулақ жүруім керек? Аулақ жүресің. Болды. Болды, Фарида. Міндетті түрде бір себеп болу керек пе? Иә, болу керек. Маған бола төбелестіңдер ме? Өзінің топастығы, иттігінен көрсін. Ал, қалай? Жүсіп сенің ашуыңа тиіп ренжітті екен деп менің де онымен ренжісуім керек пе? Біз не баламыз ба? Айтшы. Фарида, сөйлеспейсің дедім бе? Болды, сөйлеспейсің. Бір айтқанымды екі айтқыза берме. Неге әлі қарсыласып тұрғанын түсінбедім ғой? Әрине қарсыласам. Сен маған жөн көрсете алмайсың. Менің кіммен сөйлесіп, кіммен сөйлеспеу керектігін сен үйретпейсің. Ол саған ғашық екен. Ғашық. Не? Қатты ауырып тұрма? Қане, не болғанын айтып берші. Айтатын ештеңе де жоқ. Жай қалжыңдап, жұдырықтасып ойнадық. Болды. Со қой түрікті. Осымен тергеуің біткен шығар. Жақсы, ештеңе сұрамаймын. Жай ғана тыңдаймын. Тып-тыныш үнсіз ғана тыңдаймын. Мүмкін басқа бір күн айтып берермін. Мынаны қолыңнан шешпейді екенсің. Біреудің естелігі ме еді? Апамның аманаты. Мұны шешіп тастасам, бәледен басым арылмайтын сияқты болады да тұрады. Тұмарың екен ғой. Иә, солай. Жағдайың жақсы болса, мен кетейін. Бірақ ол саған ол Фарида, басқа Фарида деп ашып айтыпты ғой. Неге оған сенбейсің? Өтірік айтады, Фарида, өтірік айтады. Ондай жоқ. Бәледен құтылу үшін өтірік айтып тұр. Мен осы күнге дейін Жүсіптің маған деген ешбір артық ниетін байқаған жоқпын. Аңқауым-ай. Сен қайдан байқаушы едің? Кемран, меніңше сенікі орынсыз қызғаныш. Ол Жүсіп менің бауырым емес пе? Қайдағы бауыр? Ол да жігіт емес пе? Мен сенің атастырылған жігітің ретінде онымен кездесуіңе тыйым салам. Оны үйден қуып жіберем. Не үшін? Не үшін бейшара баланы үйінен қуасың? Қайдағы жоқ қызғанышқа бола ма? Жай қызғаныш емес, Фарида.
Ол білегіне атыңды жазып алыпты. Жазса да, ол туралы саған бәрін айтыпты ғой. Сен оны неге осынша қорғаштайсың? Сен де Нариманды қорғаштай бересің ғой. Екеу екі басқа. Жоқ, бірдей. Бірдей емес. Мен Нариманды ешқашанда қорғаштаған емеспін. Жарайды. Бұл әңгімені доғарайық, Кемран. Доғармаймыз. Керек болса таң атқанша жалғастырамыз. Екеумізге де қиын тиюі мүмкін. Сондықтан осы жерден доғарайық. Қызуыңды түсірейік. Не істеді? Басима не деді? Құдай-ау, дымы шықпай қалды. Күйеуі болған соң бір төсекте жатпағанда қайтет дегенімде көздері алайып үндемей қалды. Жақсы, тамаша. Фаридаға бар шындықты сол айтты деп ойлайды. Бір оқпен екі қоян аттық. Қайдағы екі қоян мінәуар. Бар қоянды қырып салдық қой, бәрін. Ажырасайық, отағасы. Ажырасайық. Ағы не болып қалды, Басима ханым? Мұның қалай? Нариманға балама бола үйлендім демеп педің. Не бопты? Сол үшін бір төсекте жатып жүрсіңдер ме? Мәз саған. Онда ештеңе де жоқ. Кім айтса да өтірік айтқан. Сен ол қатынды біздің бөлмемізге кіргіздің бе жоқ па? Иә. Бір бөлмеде ұйықтап жүрміз. Онда ажырасамыз. Басима ханым, қайдағы жоқты айтпа. Оны амалсыздан бөлмеге кіргізіп отырмын. Болмаса Фарида бәрін біліп қояды. Онсыз да күдіктеніп жүр. Пах, Фаридай! Пах, Фаридай! Дәл талмау жерімнен ұстады. Балаларым үшін үндемейінші деп ақ едім. Бірақ жетер енді. Жетер! Тағы не істеп қойыппын? Бармаш, Фарида. Барма. Кемран, тәтемнің даусын естімедің бе? Оның талмау жерінен ұстаппын. Барып не білдіргенімді білейінші. Бармаш, Фарида. Бір бәле болып жүрер. Бұдан өткен бәле болушы ма еді? Шамасы жүсіп екеуміздің төбелескенімізді біліп, соған ренжіген болар. Солай болар. Тағы да бәріне мен кінәлімін. Бармаш. Осында болшы. Елу төртінші бөлімнің соңы 2017 жыл